Біз жұма күні алдыңғы аптасының короче 2 апта алдын жұма күні Хавейл Джолидің жарнамасына түстік. Естеріңізде болса. Ол жарнамаға түсудің өзі бізде машақатпен кетті. Не себептен? Бізде Назерке деген үміткерлерге жауап беретін бір адам бар. Қандай адам, кім, түсіне алмаймын мен оны. Не үшін түсіне алмай? Себебі менің тарапыма немесе Қарлығаштың тарапына олай сөйлейтін ол адам ешкім емес, құқығы да жоқ еш жерде. Ол күні былай болды. Ситуация былай. Біз Қарлығаш екеуміз 1 сағат уақытқа кешігіп келдік те өзіміздің қателігімізді біліп тұрмыз. Назеркеден кешірім сұрап жатырмыз. Назерке, болып кешіріңізші, айып етпеңіз. Мынандай себеппен кешігіп қалдық деген сияқты түсіндіруге тырысып жатты. Алайда Назерке тұрады. Бізге айғайлайды, боқтық сөздер айтады. Тіпті бетіме грим жасатудан бас тартады. Содан жарайды, грим жасату бір керек емес маған. Содан біз киіну бөлмесіне бару керек. Адам екен, көзім жетті оған, санасы өте төмен екен. Сондай боқтық сөздер айтып жатқаннан кейін болды, Қарлығаш киінбей ақ қой, асса. Біз жобаға кірмей ақ қоямыз, ешқандай роликке де түспейміз. Керек емес бізге. Болды, тассаш қайттық үйге деп. Сонымен қайтқым келіп жатқан уақытында Қарлығаш айтты. Қарлыға, жан сабырға келші, болды. Нормально болды, түсіп қайтайық, болды. Кеп қойдық ол дегеннен кейін жарайды дедім. Бірақ Назерке сол уақытта Назеркенің тарапына айттым мен. Жарайды, біз қазір түсеміз, бірақ бұл менің соңғы эфирім болады дедім. Ол уақытта да Назеркенің аузында тыным болған жоқ. 2 қабат екен, жүкті екен. Білмеймін енді, мен көтерткізіп қойған адам маған келіп, егер маған бір нәрсе болса, балама бір нәрсе болса, сен жауап бересің деп, тағы да боқтық сөздерін айтып кетті. Енді шынтуайтына келгенде Назеркен 2 қабат болып қойған, мен емес, оның күйеуі. Сондай дүниелер қайта болып жатқаннан кейін жарайды дедім. Содан жұма күні эфирға шықтық, сонымен бітті. Дүйсенбіден бастап келген жоқпын. 1 апта бойы келген жоқпын. Сонымен мен Назерке ханымға жазып жібердім. Мен телефон постқаннан кейін Назерке ханымға, өзімнің редакторым менің Назерке бүгін екінші. Ол кісіге жаздым. Осындай Назерке маған мынандай сөздер айтты. Қарлығаштың тарапына да ауыр сөздер айтып, жекесіне өтіп боқтық айтып жатыр дегендіктен мен бармаймын дедім. Ескерту болды. Одан кейін Ержан мырза хабарласты. Ол сіздер редактор білетін болсаңыздар, Ержан мырзаға да ескертіп айттым. Осындай себептермен барғым келіп жатқан жоқ. Сонымен номер алмасып телефонмен байланысқа шықтық, сөйлестік. Сөйлесіп болғаннан кейін мен сол жерде бардым, өзім әрең дегенде кастингтен өттім деген сияқты ғой. Сол айынан қатысушы болып отырған жерімнен мен орынды бергім келе салған жоқ. Содан ой елегінен өткіздім, маған расымен де ол жоба керек пе, керек емес пе? Өйткені мен сыйлай алмайтын Назерке сияқты санасы төмен адамдардың қасында жүрген қаншалықты дұрыс деген ой келді. Тіпті шындықты айтылып жатқан жоқ, мана жобаны көріп жатырмын, тіпті байланысқа шыққан жоқ дейді. Алайда Назерке, Ержан, мен сіздерден сұрайыншы, дәл қазір мен сіздерді осы стористің астына белгілейін, ұяттарыңыз білсе, сіздер редакция ұжымына айттыңыздар ма? Не үшін келмей жатқанымды, мен сіздермен байланысқа шыққаным туралы не үшін өтірік әңгіме айтасыздар? Ол дүние маған да өте бір ыңғайсыз болып қалды. Не үшін? Себебі мен әрдайым байланысқа шығып, сіздерге түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырдым. Кешігіп қалсам да байланысқа шығатынмын, келмей жатсам да байланысқа шығатынмын. Алайда дәл мен мүлдем байланысқа шықпадым, жауапсыз деп, нені ғана кінәлап, Назеркені кінәлауды ұмытып кеткен сияқтысыздар. Әлде сіздерге сондай адамның жекесін өтетін қызметкерлер выгодны ма? Енді мен өзімнің басымнан ондай сөз асырып жүре алмаймын, өкінішке орай достар. Не үшін? Себебі менде ар бар, намыс бар. Мен ар мен намысымнан аттап кете алмаймын, өзге жандар сияқты. Сіздерге бәлкім сондай адам керек шығар, ол туралы да білмеймін. Бірақ менің сыйластығым өте түзу болды сіздерге. Ереке, өзіңіз де білесіз, адамша сөйлесіп тұратынбыз. Бірақтан сыйластықты өзіңіз де құртып алған сияқтысыздар. Себебі өтірікші екенсіздер. Менің тағы да көзім жетіп жатыр. Метрді артқа тастап, енді Жалалабадқа бара жатыр. Қазір сағат 4:40 кетті. Границадан аман-есен өтіп, Пушкина Кулиева деген көше бар екен сіздерде. Осы жақта полный Жалалабадқа барады, таксилардың бары осы жақта екен. Енді қазір отырдық, адам жинап отыр. Сәл ауырып қалғаным бар, енді жұқа киініп шықтым оның үстіне. Енді бұйырса, ертең Алла қаласа жетеміз. Барлығын салам. Ал,
Қазір бір жерге тоқтадық енді. Сәл алатын заттарымызды алып алып, суымызды, жейтін нәрсемізді деген сияқты уборныйға кіріп енді. Айтып қажеті жоқ еді енді. Солай дәл осындай оранжевый машина цвет кішкене Қырғызстанда көп екен бұндай машина. Екі бірдей машина бар еді. Барлығын түсінемін да негізі. Жаңа шығып бара жатып, водитель сұраған давление жоқ па деген сияқты. Енді давление жоқ, бірақ та мына ұйықтап жатқанның өзіне мына жолмен шығып бара жатып, бірақ мына құлақтың ауруы деген енді жаман екі құлағым ауырып жатыр. Бітеліп ше. Ол неден мына жолмен жүргенде маған негізі сол астын жаза кетсеңіздер. Базар жоқ ауырып жатыр. Жолдан келдік енді. Реттелу үшін заттарымызды алып отырмын, киім тазалайтын, аяқ тарақ, лак деген сияқты ішіп жейтін нәрселеріміздің бәрін алып жатыр. Енді гостиницаға орналастық, қазір шын барлығын көрсететін боламын броньтарда. Кеттік дальше заттарымызға. Негізі селешка ала салатын адамызда өз-өзіміз қинап жүрміз. Ал, біздің номерға рум-тур, келіңіздер, қош келдіңіздер. Мына жақ енді бізде кішігірім кухня, тамақ ішесің, су, тефаль барлығы осында. Кітап оқимын деген адамдарға кітап қойып қойыпты. Мына жаққа келсеңіздер. Мына жақта енді комната, екі ярусный кроватьпен, мынанда телевизор, шкаф, кондиционер. Бұл номердің бағасы бізге примерно 4,5 сомға айналды. Теңгемен енді білмеймін, қанша теңге шығады примерно. Енді Жалал-Абадта аралап жүрміз, орналасатын жерімізге орналасып алдық. Енді мен негізі шынымен де расымен де үлкен қала деп ойлағам. Бірақ та сондай бір кішігірім, адамдар сондай қарапайым, ақ көңіл, жүздері жылы сондай кісілер екен. Енді қазір тамақ ішетін жер таппай жүрміз. Интернет қосқан жоқпыз біз әлі еще. Қазір енді Мынауский десей. Ал енді интернетсіз жүріп, осындай оған жұбарта болғандық. Келіп енді тамақ ішкен жоқпыз, жолдан келгелі бері тамақ ішіп, жүрек жалғап, енді дальше не үшін келгенімді, бір келген мақсатым қандай екенін барлығын салатын боламын. Сәл ғана қалды, иә? Қалайсыздар? Сіздерді көптен бері оқырмандар жоғалтып алып, көздеп әсіресе. Сәлем барыңыздарға. Келдік, все уже эфирде боламыз. Сіз қанша уақыт болған жоқсыз? 2 неделя жоқ болды ғой. 2 апта болған. Саңа кетіп уже сәл қазақшаны ұмытып ұмытып қалдым. Тек қана көбісі сөйлейміз ғой үйде. Енді эфирдамыз, ортадамыз, всегда. Орталарыңыздан. Көп адам жазды, көп адам іздеді. Мен де сіздерді сағындым. Все, буду активнее. Мен бүгін жалпы қатысушылар жайлы жақсы бір өзім байқаған қасиеттерін айтып жатырмын да, сіздерге бірақ жұптық бір сондай описание берсем, иә? Бұл жұп мен үшін бір сәтті болып көрінеді, өйткені бұл кісілердің сезімдерін енді жасыру мүмкін емес. Бұл екі жақты жүрген кезде де, басқа таныстықтарда жүрген кезде де бір-бірлеріне деген көзқарастары, бір-бірлеріне деген қамқорлығы, мен бірнеше рет байқап та бір-бірлеріне деген қамқорлығы, мен бірнеше рет байқап та оны түсіріп те алатын, салып та жүрген едім, бірақ оның бәрі ерсі емес, тәтті көрінетін, өйткені сезімнің бары шынайы көрініп тұратын. Бұл кісі енді жас болса да, махаббаты енді билеп жатқан кез ғой. Сезім билеп жатыр бұл кісіде. Сондай жас деп айтпаңыздар. Бәрі бұл таныстықта, бұл жұптықта. Самый лучший ғой для меня. Енді көз алдыңызда бізді қуантатын болады. Кәсіп әңгімелерімен көрсем. 2026 жылда сіздерден көп жаңалықтар күтетін болады екен.